Сәлем достар. Бүгін сіздермен тюльпан самсасын дайындаймыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Ол үшін айранды, сүтті және сұйық майды, бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ағын саламыз. Яғни белокты саламыз. Сарыуызын бөлек алып қаламыз. Тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып және разрыхлительді саламыз. Қамыры өте жұмсақ болып шығады, қолға аса жабыспайды. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 30 минутқа тындырып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. Мен тауықтың төс етін пайдаландым. Пиязды салып және тұз бұрышын салып жақсылап араластырып дайындаймыз. Қамырды бөлікке бөліп аламыз. Мен 40 граммнан бөліп алдым. 25 штук шықты. Самсамызды түйеміз. Өте дәмді болып шығады, достар, дайындап көріңіздер. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіп шығады. Бетіне сарыуызын жағып, жұмыртқаны пісіріп аламыз. Дайын болды. Самсамыз өте дәмді, достар, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзада.